ғажайып планета. Биологтың көз алдында кешегі бір ғажайып оқиға тізбектеліп өте шықты. Байқоңыр 12 өзіне жүктелген тапсырманы ойдағыдай орындап, тұңғиық жұлдыздар жүйесінен екпінде көтеріліп, орталық ғарыш станциясының мекен тұрағына зулап келе жатыр еді. Кенет апат аппаратының кернейі сарнап қоя берді. Бұған алдымен экипаждың 5-ші мүшесі Кибер оянды. Кибер жасанды адам болатын. Ол жан ұшыра жүгіріп механик Осиповты жұлқылады. Әп-сәтте бүкіл экипаж аяғынан тік тұрды. Осипов электрондық миды іске қосты. Не боп қалды? Жанар отын секциясында апат. Қауіптілігі қандай? Байқоңыр міндетті түрде қону керек. Оразов электрондық миданы координатты сұрады. Электрондық ми өз экранына ғарыш картасын жайып салды. Экипаж мүшелері әлем картасына өңілді. Байқоңырдың келе жатқан жері от жебе болып жарқырайды. Ұлан асыр ғарыш мұхиты. Қайда тарту керек? Оразов Байқоңырдың жолындағы ең жақын деген қос жұлдыз шоғырына бұрылуға ұйғарды. Екі жұлдыз шоғырының ортасында алып сарғыш ғаламшар айналып жүр. Командир Оразов Байқоңырды дәл осы ғаламшарға бағыттады. Экипаж мүшелері үнсіз ишаратпен бұл шешімді мақұлдағандай. Тек ерке Кибер алақанын соққылап қуанып қалды. Алақай, жаңа ғаламшар көреміз.